оқушылар, Шымкент қаласы Өзбекәлі Жәнібеков атындағы номер 19-шы жалпы орта білім беретін мектептің тарих пәнінің мұғалімі Бектөре Зүлфия Айтқожақызы. 9-шы сынып оқушыларымен бүгінгі байқауға тәрбие сағатына қатысушы оқушыларымызға қош келдіңіздер дейміз. Тәрбие сағатымыздың тақырыбы Чернобыль апатының себебі мен зардабы. Құрметті оқушылар, бүгінгі өтетін тәрбие сағатымыздың тақырыбына байланысты назарларыңызға бейнебаянды ұсынамыз. Чернобыль атом электр станциясы әлемдегі ең ірі ядролық апат болған орын. 1986 жылдан 25 сәуірде реакторлардың бірін сынақтан өткізу жұмыстары басталып болды. Жұмысшылар бұл сынаққа толық дайындалмаған еді және қауіпсіздік хаттамасы енгізілмей, сынақтар жалғаса берді. Сіз қызып кетті. Арпалыс басталып, жұмысшылар реакторды қолмен сөндіруге ұмтылды. Бірақ бұл әрекет реакцияны одан әрі жылдамдатып, кернеу секірісін туғызды. Жарылды. Радиоактивті материалдар мен қалдықтар бар зонаға айналды. Чернобыль апаты туралы берілген бейнебаяннан құрметті оқушылар қаншалықты мәліметтермен танысты? Өз ойымызды ортаға саламыз. Чернобыль апатының себебі әлі де нақты айтылмаған. Чернобыль апатының ресми себебі де балама себептері де бар. Табиғат апатының себептерін зерттеу үшін КСРО-да құрылған мемлекеттік комиссия ол үшін негізгі жауапкершілікті жедел персонал мен КСРО басшылығына жүктеді. Оның бірнеше себептері: реактор күйінің өзгеруіне қарамастан кез келген бағамен эксперимент жасау, реакторды қауіпті режимге енбей тұрып-ақ сөндіріп жіберетін жұмыс істейтін технологиялық қорғанысты тоқтату. Чернобыль апаты. Украинадағы Чернобыль электр станциясында 1986 жылы сәуір айында АЭС-тің 4-ші энергоблогында апат болды. Чернобыль апатының нәтижесінде Украинаның елеулі аумағы мен Ресейдің Брянск және Калуга облыстарының аумағы радиоактивті ластануға ұшырап, адамдар өміріне қауіп төнді. 1986 жылы орын алған дүние жүзіндегі ең ірі радиациялық апаттың зардабын жоюға Кеңес одағы бойынша 800 мыңдай адам қатысты, соның 32 мыңы қазақстандық азаматтар болды. Украин халқының басына күн туғандар қасынан табылды. Айта кету керек, жарылыс салдарынан мыңдаған адам опат болды. Радиоактивті зияндылығы орнынан астам мемлекеттің 200 мың шаршы метрін шарпыды. 5 миллионнан астам адам зардап шекті. Бүгінде Шымкент қаласы бойынша 180 Чернобыль ардагерлері бар. Еске алу шарасына 40-қа жуық ардагерлер қатысты. Апат зардабынан қайтыс болғандардың рухына бағышталып Құран оқылды. Радиоактивті түтін аймақтан асып, оннан аса мемлекеттік 145 мың шаршы шақырым жерлерден асты. Кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Оның зардабы қаншалықты ұзаққа баратыны әлі белгісіз болып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы апаттан 4 мыңдай адам қаза тапты деп хабарлады. Бірақ ядролық энергияның нысандарына қарсылық танытқандар 100 мың адам құрбан болды деп айтылды. Ядролық реактордың от жалыны 300 метрге дейін көтерілген. Жарылыс кезінде салмағы 1 тоннаға жететін темір жабулар мен бетондар аспанға ұшып, атом отынына жаланған 1661 арна ашық қалған. Одан шыққан атом отынына ауамен араласып, жермен бірге айнала тараған. Жарылыс кезінде 4500 адам болыпты. 30 шақырымдық апат аймағында 25 мыңға жуық адам болды. Апаттан кейін жарылған 4 блоктың реакторынан небәрі 8 минутта шыққан 140 тонна радиоактивті отын ауаға тарап, оның зияны ақш-тың Хиросима мен Нагасаки қалаларына тастаған 2 атом бомбасының қуатына тең болды. Чернобыль апатының салдары жоюмен айналысқан Украина Коммунистік партиясы орталық комитетінің ОКП жедел тобының жұмыс жайлы совет кезінде өте құпия саналған құжаттардың ОКП-ның ерекше папкасында сақталған. Радиацияның құрамы мен қуаты туралы. Аталған атом отандығы радиоактивті элемент құрамында адам ағзасына рак ауруын тудыратын цезий 143, йод 31 химиялық түзілімдер болған.
Семей полигоны 1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақ өткізіпті. Онда тұратын қарапайым халық 40 жыл бойы жалғасқан ядролық сынақтың кесірінен күні бүгінге шейін қасірет шегіп жатыр. Әлем тарихындағы Чернобыль апаты сан мыңдаған адамдардың бейбіт заманда өмірін қиды. Отан алдындағы азаматтық борышын өтеген азаматтардың, жерлестеріміздің ерлігі бүгінгі жас ұрпаққа өнеге. Құрметті оқушылар, бүгінгі тәрбие сағатынан көптеген тарихи деректер мен апат барысында болған оқиғаларда маңызды оқиғалармен таныстық. Назарларыңызға рахмет.